Телефоныңызда ойын ойнауда немесе интернетте шығуда қиындықтар туындамайтын шығар. Шындығында сіз монитордың алдында отырып, осы әрекеттерді 2 сағат ішінде тіпті одан да көп уақытты өз концентрацияңызды бұзбай жасай алатыныңызға күмәнданбаймын. Бірақ жарты сағаттық оқу туралы не деуге болады? Бұл тартынды естіліп тұрған жоқ. Оқу, спортпен шұғылдану, бизнес құру және тағы осыған ұқсас пайдалы заттар болашақта сізге көп пайда әкелетін логикалық түрде білсеңіз де, сіз бәрібір теледидар көруді, ойындар ойнауды және әлеуметтік медиада серуендеуді жөн көресіз. Не үшін екені оңай айтуға болады. Бір әрекет оңай және көп күш жұмсамайды, ал басқа әрекет қиын және одан көп күш жұмсауды қажет етеді. Бірақ кейбір адамдарға қарасан, үнемі өз жобаларын оқып, оқудан немесе жұмыс істеуге қиындықтар жоқ сияқты. Осыған байланысты сұрақ туындайды. Неліктен кейбір адамдар қиын тапсырмаларды шешуге ынталы? Қиын істерді жеңілдетудің жолдары бар ма? Бұл сұраққа жауап беру үшін біз мидың нейромедиатордың бір бөлшегін қарастыруымыз керек. Ол дофамин. Дофамин көбінесе рахат молекуласы болып саналады. Бірақ бұл оған қатты сәйкес келмейді. Дофамин бұл бізді бір нәрсені қалап тұрғызатын зат. Дофамин бізге тұруға және бірдеңе жасауға түрткі береді. Егер сіз дофаминнің қаншалықты қуатты екеніне сенімді болмасаңыз, нейробиологтардың тышқандарға жасаған кейбір тәжірибелерін көрсетейік. Зерттеушілер тышқандардың миына электродтарды имплантациялайды. Тышқан рычагты тартқан сайын зерттеушілер тышқандардың миына сыйақы беру жүйесін ынталандырды. Нәтижесінде тышқандар осындай қатты құмарлықты дамытып, рычагты бірнеше сағат бойы қайта-қайта тарта берді. Тышқандар тамақ ішуден тіпті ұйықтаудан бас тартты. Олар шаршағаннан құлағанша кнопканы басып тұра берді. Алайда кейінірек процесс өзгертілді. Зерттеушілер дофаминді мидың сыйақы орталығына жіберуге тыйым салды. Нәтижесінде тышқандар соншалықты әлсіреп, тұрып су ішу оларға қызықсыз болды. Олар тамақ ішпеді, ештеңе қаламады. Бұл тышқандар өмір сүруге деген ерік жігерін жоғалтты. Алайда егер тамақ тікелей олардың аузына салынса, тышқандар бәрібір жеп рахаттанар еді. Олар тек тұруға және өздері жасауға деген мотивацияны жоғалтты. Осыған ұқсас жағдайларды өмірде де көрсе болады. Мысалы, әдеттегі тамағыңызды жемес бұрын миыңыз дофаминді бөледі. Өйткені сіз тамақты жеп болған соң жақсы сезінетініңізді білесіз. Егер бұл сізді нашарлататын болса да. Себебі сіздің миыңыздағы дофаминнің жоғары белсенділігі сізге зиян тигізіп жатқандығы маңызды емес. Ол тек көп дофаминді қалайды. Мысалға, наркотикке құмар адамды алатын болсақ, ол істеп жатқан заты денсаулығына зиян екенін білсе де, ол наркотиктерді көп мөлшерде қалай береді. Өйткені наркотик дофаминді тым көп мөлшерде бөледі. Және де өмірдегі заттар оған қызықсыз болып көрінеді. Өмірден алатын болсақ, біздің интернетте сайттарды ақтарып, ойындарды ойнағанымыз біраз дофаминді бөледі. Және де біз телефонға қарауға құмар боламыз. Дофамин берілген не зияны бар деп ойлануымыз мүмкін. Біздің денемізде гомеостаз деп аталатын биологиялық жүйе бар. Бұл біздің денеміздің өзінің ішкі физикалық және химиялық күйін тепе-тең деңгейде ұстағанды ұнататынын білдіреді. Дисбаланс, яғни денемізде тепе-теңдік бұзылған кезде біздің денеміз оған бейімделеді. Мысал келтірсек, сыртта суық болған кезде біздің дене қызуымыз төмендейді. Нәтижесінде біз жылу шығарып, денені жылыту үшін қалтырай бастаймыз. Алайда сыртта ыстық болған кезде біздің дене қызуымыз көтеріледі. Біз сол жылудың бір бөлігін жоғалту үшін терлей бастаймыз. Негізінен біздің денеміз ештеңеге қарамай температураны Цельсий бойынша 37 градусқа дейін ұстап тұруға тырысады. Бірақ гомеостазды көрсетудің тағы бір әдісі бар. Бұл төзімділік арқылы көрінеді. Мысалы, алкогольді сирек ішетін адам өте тез мас болады. Бірақ тұрақты түрде ішетін адам алкогольді көбірек ішуге мәжбүр болады. Өйткені оның ағзасында оған төзімділік қалыптасқан. Шындығында олар мас болу үшін көбірек алкоголь қажет, өйткені олар оның әсеріне сезімтал бола алмайды. Бұл дофаминмен айтарлықтай ерекшеленбейді. Сіздің денеңіз гомеостазды сақтауға тырысады. Осылайша ол сіздің дофаминді рецепторларыңызды басады. Сіздің миыңыз дофаминнің жоғары деңгейіне үйренеді, және бұл деңгей сіздің жаңа қалыпты деңгейіңізге айналады. Осылайша сіз дофаминге төзімділікті дамытасыз. Бұл үлкен проблема. Өйткені сіздің денеңіз көп мөлшерде дофамин бөлгенге үйренеді. Сізге күнделікті қарапайым заттарды істеу қиынға ұшырайды. Өйткені сіздің денеңіз ол заттарға дофамин бөлмейді, және олар сізге қызықсыз болып көрінеді. Сондықтан адамдар өздерінің жеке жобаларында оқудан немесе жұмыс жасаудан гөрі ойындар ойнағанды немесе интернетте отырғанды жөн көреді. Қандай сұрақ туындайды? Бұған жол бермеу үшін не істеу керек? Жауап: сізге дофаминді детоксикациялау қажет. Яғни дофаминдік аштық.
Сізге мынаны жасау керек. Барлық жоғары ынталандыру әрекеттерінен аулақ болатын күнді белгілеу керек. Сіз миыңызды дофаминмен толтыруды тоқтатасыз және дофамин рецепторларының қалпына келуіне мүмкіндік бересіз. Күні бойы сіз мүмкіндігінше аз рахат алуға тырысасыз. Сіз интернетті немесе телефон, компьютер сияқты басқа технологияларды пайдаланбайсыз. Музыка тыңдамауыңыз қажет, немесе зиянды тағам жемеу керек. Негізінен сіз бір күн ішінде сыртқы ләззат алудың барлық көздерін алып тастайсыз. Және де ол өте қызықсыз болады. Дегенмен сіз келесі әрекеттерді орындай аласыз. Серуендеңіз, өз ойларыңызбен жалғыз болыңыз. Сіздің өміріңіз бен мақсаттарыңыз туралы ойланыңыз. Ойыңызға келген кез келген идеяны жазыңыз. Бірақ сіздің компьютеріңізде немесе телефоныңызда емес, нақты қағазда. Мұның бәрі өте қиын болып көрінуі мүмкін. Бірақ егер сіз түбегейлі нәтиже алғыңыз келсе, және олар тез алғыңыз келсе, онда сіз қатаң шаралар қолдана білуіңіз керек. Дофаминдік аштық қалай жұмыс істейді? Айтарлық, сіз әр тамақты өз қалаңыздағы ең жақсы ресторанда жейтініз. Нәтижесінде бұл дәмді тағамдар сіздің жаңа нормаға айналды. Егер біреу сізге бір күріш ыдыс ұсынса, сіз одан бас тартасыз. Оның дәмі әдеттегі ресторандағыдай жақсы болмайды. Бірақ егер сіз кенеттен шөлді аралға бір өзіңіз қалсаңыз және аштықтан өліп жатсаңыз, кенеттен бұл қарапайым күріш ыдысы жаман емес сияқты көрінеді. Дофаминдік аштық дәл осылай жұмыс істейді. Ол сізді әдеттегідей қызықтыратын барлық нәрселерден аштыққа ұшыратады. Ал өз кезегінде онша жағымсыз іс-әрекеттерді қалаулы етеді. Қарапайым тілмен айтқанда, дофаминді аштық жұмыс істейді. Өйткені сіз соншалықты зеріктіресіз. Қызықсыз болып көрінетін заттар қызықты болып көрінеді. Бірақ та күннің соңында сіз өзіңізге сыйақы дайындасаңыз болады. Мысалға, 8 сағат жұмыс істесеңіз, 1 сағат интернет желісінде отырсаңыз болады. Немесе ойын ойнасаңыз болады. Біз бәріміз белгілі бір дәрежеде дофаминге тәуелдіміз. Бұл өте жақсы нәрсе, өйткені дофамин бізді мақсатымызға жетуге және өзімізді жақсартуға итермелейді. Дофаминді қайдан алатыныңыз ол сізге байланысты. Оны сізге пайдасыз нәрселерден алғыңыз келе ме? Немесе дофаминді пайдалы заттардан алғыңыз келе ме? Бұл сіздің таңдауыңыз. Әдеттегідей көргендеріңізге рахмет. Каналға тіркеліңіздер және лайктарыңызды басыңыздар.